Күрделі функциялар не үшін бұл күрделі функция болады? Өйткені бұл жерде қараңыздар, бір функцияны екінші бір функцияның ішіне кіргізіп отырамыз, кіріктіріп отырамыз. Соны күрделі функция деп атады. Қараңыз, бізде f от x тең 3x квадрат минус 2x қосылған 1 деген мынандай бір функция берілген болсын. Сосын gx 5x қосылған 2 деген сияқты болсын. Осы екі функция берілген, fx, gx, негізі айырмашылық жоқ. Алдын айтып түсіндіргем, fx десем, gx десем де. Осы жерден мен сендерге 4 түрлі мысалды көрсетіп беремін. Ең бірінші мысал, кейде бізден осылай сұрақ келеді. f от g от x дегеніміз не деген сұрақ келеді. Кейде бізден мынандай сұрақ келеді. g от, наоборот, f от x. Мына нәрсе не деген сұрақ келеді. Сосын үшінші сұрақ. Өз-өзінің ішіне кіргізсек, f от x деген двойной функция. Немесе төртіншісі g от x. Мына ситуациялардың бәрін жақсылап түсініп алыңдар. Яғни күрделі функция дегеніміз осы болып тұр былайша айтқанда. Енді ең біріншісін шығаратын болсам, былай болады. Бірінші мен мынаған тоқталмай атып ше, өзім тағы да бұдан да сәл жеңілірек бір мысал көрсетіп жасайыншы. Былай бір мысал көрсетіп жасайын. Так. Пока мынау паузада тұр деп ойлаңдар. Бізге любой бір функция берілсін. Мысалы f от x тең болады 5x азайтылған 2 мысалға. Енді ең қарапайым түрде кейде бізден былай сұрайды ғой. Үст тұрады да f от x қосылған 3 неге тең деп сұрақ қояды мысалға. Егер біздің f от x-іміз 5x азайтылған 2 тең болатын болса, f от x қосылған 3 неге тең деген сұрақ қояды. Оны табу үшін мынаның мағынасы, жігіттер, мынаның ішінде постоянно осындай x тұра бермейді, кейде өрнектер тұру мүмкін да. Ол деген сөз осы x-тің орнына x қосылған 3-ті қойып атсаң, онда мына жерге де дәл сол x қосылған 3-ті қой деген сөз. Сондықтан f от x қосылған 3, яғни мына x-іңді сен x қосылған 3-пен заменять ет деген сөз, онда 5 көбейтілген мына жердегі x-іңді де x қосылған 3-пен заменять етесің деген сөз. Түсіндіре алып жатырмын ойымды? Сонда мынаны ары ашатын болсақ, 5x қосылған 15 азайту 2, мына 5x қосылған 13 болады екен. Жауабы f от x қосылған 3 бізде 5x қосылған 13 болады екен. Түсіндіре алдым ба ойымды? Тағы сұрау мүмкін, мәселен f от 2x азайтылған 3 неге тең деген сияқты. Ол да түк қиын емес. Значит, f от 2x азайтылған 3, мынау x-ті 2x минус 3-пен заменять етті деп жатыр. То есть мына жерге x-ның орнына мынаны қойдың ба, оны мына жердегі x-ның орнына соны қой деген сөз. 5 жақшаның ішіне 2x азайтылған 3 азайту 2 болсын. Яғни бізде бұл 10x азайту 15 азайту 2 10x минус 17. Ойым түсінікті болды ма? Қандай да бір нәрселер. Вообще-то негізінде мынандай да ситуация болады. То есть f от x функциясы белгілі, әшейін бір мысалы f от 4 неге тең десе, мынандай шығара аламыз өзі негізі, надан бастамақ болмайды негізі. f от 4 тап десе, просто x-ның орнына 4 қой деді, ана жаққа мәнін есептей саласың ғой. f от 4 5 көбейтілген 4 азайту 2, 20, 20-дан 2-ні азайтатын болсам 18 жасалады. Түсінікті болды ғой не? Яғни x-ның орнына қандай да бір санды қой деп айту мүмкін. Және бізге сұрақ қалай келуі мүмкін? Сұрақ еще былай да келуі мүмкін. Мәселен, қайттан осы мынамен жұмыс жасай берейік. Сұрақ былай келеді. Аргументтің қандай мәнінде? Мұхаммед Али, аргумент деген не осы? Аргумент дегеніміз x па, y па сізге сұрақ? Аргумент дегеніміз Сұлтан не еді? Мысалы, аргументтің қандай мәнінде f от x тең 5x минус 2 функциясының мәні айталық
37-ге тең болады дейік. Жігіттер, жаттап аргумент деген ол бізде x, короче. Түсіндіре алдым ба? Аргумент деген нәрсе ол бізде x екен. Сонда мен енді аргументтің қандай мәнінде деген сөзді басқаша айтатын болсам, x-тің қандай мәнінде f от x тең 5x минус 2 функциясының мәні 37-ге тең болады дейді. То есть, не істейміз бұны? Значит, 5x минус 2, x-ның орнына не қойсам деп жатырмын, пока білмеймін не қойғанын, бірақ қойған кезде соның мәні 37-ге тең болу керек. Сонда 5x тең болады 39, x тең 7,8 бола салады. Түсінікті болды ма ойым? Аргументтің қандай мәнінде десе, x-тің қандай мәнінде деген сөз, x табу үшін сен оның мәнін, функцияның мәні 37-ге, функцияның мәні 37-ге тең болады деп өзі айтып тұрды. Яғни, мына функцияның мәні 37-ге теңестіресің, аргументтің мәнін тауып аласың. Аргумент дегеніміз не екен сонда? X екен, x-тің мәні аргумент екен. Мұхаммед аргумент дегеніміз не болды сонымен? Оның екінші бір аты бар тағы не ол? Кім айтады маған? Қандай айнымалы? Тәуелді айнымалы ма, тәуелсіз айнымалы? X тәуелсіз айнымалы, Y тәуелді айнымалы. Так, сонымен қандай да бір мән қойса, қалай есептеу керек екенін, қандай мәнде қандай мәнге тең болатынын есептеуді түсіндік па? И және жай ғана x емес, кейде өрнектер болуы мүмкін екенін де түсіндіңіздер ма? Енді жігіттер мынаған қайтайықшы қайттан. f от x тең 3x квадрат минус 2x қосылған 1, жат x бізде 5x қосылған 2, яғни екі әртүрлі функция берілген. Мысалы біз мынаны қалай түсінеміз? Бірінші тұрғанды қалай түсінеміз? Нәзірге шешуі деп жазайық. Шешуі. Біріншісі f от jat x деген сөз не деген сөз ол? F от деймін да, жақша ашамын да, jat x дегенім ол 5x қосу 2. Сонда мен оны 5x қосылған 2 деп аламын. Дұрыс па? Түсіндіңіздер ме не үшін 5x қосылған 2 деген не? Өйткені jat x дегенім ол тең болып тұр 5x қосылған 2. Сонда f от 5x қосу 2. Ал бұны есептеу енді сендер қазір жаңа мынаны есептеңдер, значит проблема емес. Бұл деген сөз f от 5x қосылған 2 деген сөз, f от x функциясында x-ті сен x-ті 5x қосу 2-мен заменить еттің ба, значит қалған x-терді дәл солай 5x қосылған 2-мен алмастырып шығасың деген сөз. Сондықтан 3 көбейтілген x тұр ғой, x-тің орнына 5x қосылған 2-ні жақшаға салам, сыртында квадрат тұр, азайтылған 2 еселенген x-тің орнына тағы да 5x қосылған 2. Қанша x бар солардың бәрін алмастырып шығасың ғой. Соңында қосылған 1 бар бізде. Осы күйінде қалдырасыздан да болады, бірақ көбінесе жақшаны ашады былайша. Түсіндіре алдым ба ойымды? Сонда мынаны қазір ашатын болсақ, қысқаша мен ашамыз. 25x квадрат 75x квадрат болады. 5x пен 2 2 еселенгенді қалдырып кеткендер ма? 2 еселенген 5x пен 2, 20x 3-ке 60x болады. 60x-тан мына жердегі 10x-ті сразу азайтсам қарсы емессіңдер ма? Сонда 50x болады, плюс 50x болады. 4 3-ке өсем 12, 12-ден мына 4 тапсасам қайттан 8, оған 1 қоссам 9. Енді бізде жай тығыз болған екен, ауызша бірден есептеп тастау керек болып тұрды. Сонымен f от jat x-іміздің мәні неге тең екен? Бізде 75x квадрат қосылған 50x қосылған 9-ға тең болады. Қалай шыққандығы түсінікті болды ма? Ау. Мынау ма? Давай 2 еселенген 5x пен 2-ні көбейтсек 20x болады да, 3-ке көбейтсем 60x болады. Мына жақта минус 10x бар ғой. 60x-тен 10x алсам 50x болады. Түсіндіре алдым ба? Қайсы үш? Мынау ма? Берілгенде шықты x квадрат мынау ма? Берілгенде f от x мынау ғой мына, иә? Мынаны jat x-а барып, ана x-терді орнына қойып шықтым деген сөз ғой, f от jat x деген сөз. Түсіндіре алмаймын да? Керісінше, енді екіншісінде jat f от x керісіншесі. То есть, мынаны бұл дейсіп қалады, яғни f от jat x, яғни f от 5x қосылған 2-ның мәні бізде 75x квадрат қосылған 50x қосылған 9 болса. Түсіндіре алмаймын? Жоқ, ол ешқандай мән бермеймін, бұл осы күйінде қаласатын ол. Жоқ, жігіттер, болды. Бізге басқа нәрсеге қарай кірмейміз. Бізге осы нәрсе ғана керек болды. Не сұрап отыр, соны айтасың. Мысалы, jat f от x мысалы. Керісінше, иә? То есть, jat деймін да, жақша ашам да. f от x-ің мәні менде 3x квадрат. Так, минус 2x қосылған 1.
Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз jetx-тің x-терінің орнына осы 3x квадрат минус 2x қосылған 1 қойып шық. Бірақ в данном случае бізде біреу ақ x бар ғой. Сондықтан тең дейміз 5 еселенген x-тің орнына жақша ашып 3x квадрат минус 2x қосылған 1 деп жазамыз, иә? И қосу x бар. Ойым түсінікті болды ма? Ашырым 15x квадрат сосын минус 10x сосын 5-ке 1 плюс 7 болсын сразу. Осы күйінде қалды. Сұрақтарыңыз бар ма жоқ па мынаған байланысты? Jat f at x екеуі бірдей шыққан жоқ, бірдей шығады деп ойламаймыз. F at jat x басқаша, jat f at x басқаша. Енді үшіншісі f at f at x дейді, яғни өз-өзінің ішіне кіргізіп жіберу. Так, біздің f at x-імізді қайтадан жазып қойық. F at f at x-іміз бірінші jat x қарасайықшы, төртіншісінде. Сол сәл оңайлы да. Jat x-іміз біздің не болды? Жаңағында 5x қосылған 2 болды ма? Қара, тыңдап ал. Jat x деген сөз gx-тің өзін жазамыз 5x қосылған 2. Өзін әкеп өзінің ішіне тығыздырып отырық қой, короче айтқанда. Jat x-тің орнына сол мәні бізде 5x қосылған 2-ге тең. Бұл деген сөз x-тің нердегі x-тің орнына мынаны қой деген сөз, значит нерге соны қоямын. Яғни 5 көбейткен x-тің орнына жақшаның ішіндегі 5x қосылған 2-ні қоямын, қосу 2 болсын. Түсіндіре алдым ба ойымды? Ау. Не ол? Есептеп отырыққа 5-ке 5x 25x қосылған 12 болсын. Қайда айтамын? Jat x деген сөз, міне мына jat x-ті соған тең болып тұрған 5x қосу 2-мен алмастырдым. Jat 5x қосылған 2 деген сөз, jat x-ның орнын, x-ның орнын мынамен алмастыр деген сөз. Мынаны әкеп нерге қойдым ба, значит мынаны әкеп нерге де қоясың деген сөз. Сонда 5 көбейту x-ның орнына 5x қосылған 2-ні қойдым, қосылған 2 болсын. Jat x-ның ішіндегі x-ның орнына өзіңнен алып кеп қойып жібере салдыңдар. Түсіндіре алдым ойымды? Енді мен не үшін одан кейін мынаны f at f at x көрсетейін деп тұрмын, өйткені мәселе мынада болып тұр ғой, қазір сәл анау квадраттары бар болғаннан кейін күрделеніп кетеді да. Бірақ біз оны главный идеясын түсініп аламыз да, ары қарап ашпаймыз, бізден уақыт қалады ғой. Мен басын просто идеясын түсініп алсақ болды, иә. Яғни f at x-іміз біздің жаңа 3x квадрат минус 2x плюс 1 еді, дұрыс па? F at x деген сөз, мынау f at x-тің орнына соған тең 3x квадрат минус 2x қосылған 1, иә. Түсіндіре алдым ба? И мынаны апарып мыналардың орнына қойып жүреміз. 3 еселенген x-тің орнында 3x квадрат минус 2x қосылған 1-дің сыртқан квадраты минус 2 еселенген 3x квадрат минус 2x қосылған 1, сосын қосу 1 бар, иә. Ол осымен тоқтай салайық. Өйткені ананы негізі квадратпен ашуымызға болады қазір, бірақ ол ұзақ уақыт алып тұр да. Негізі ашылады негізі. Сонда көбінесе өз-өзіңмен шешіп отырсың ғой, маған жетпей жатыр. Нормально, өз-өзімізбен шешіп алайық та, короче. Так, сұрақтар бар ма жоқ па мынаған байланысты? Так, күрделі функцияның негізгі основасы осылай да. Яғни біздің көзіміз тек қана f at жақша іште x-ке үйреніп қалған. Айтқым келіп отқан нәрсе, онымен шектелмейді, мынандай нәрселер болуы мүмкін, немесе f at x квадрат тұру мүмкін ол жерде, или jetx куб тұру мүмкін. Оның мағынасы жақша іште не тұрса, функцияның ар жағында аргументтердің бәрін орнына соны, x-тердің бәрін орнына соны қойып шық деген сөз ол. Келістік қой, ода тұрған ешқандай қорқынышты нәрсе жоқ екен. Енді бізге сан күйінде келген кезде мынандай бір есептер бар екен. Мәселен, фотоның бірінші есебі. Фотоның бірінші есебінде былай беріледі екен. Так. F at 2-ні тап дейді. Егер f at x қосылған 4-ің сенің 2x куб минус 4x қосылған 1 болса дейді. Байқасың мана нерде не жазылған? Андай да бәле келе ме не деп ойлап қалулар мүмкін, есепте келген кезде ше, не бәле мынау x қосылған 4 деген сияқты. Түсіндіре алмай ойымда f at x қосылған 4 тең 2x куб минус 4x қосылған 1 f at 2-ні тап деп отырсың. Так, жігіттер, тыңдаймыз. Бұны істеу үшін біз мына жердегі жақшаның ішіндегі сан мен жақшаның ішіндегі өрнекті бір-біріне теңестіреміз. Сол біз x-ның орнына не қоятынымызды білу үшін.
Сондықтан мына x дәл өзі x қосылған 4-іміз тең болады бізде 2-ге. X-іміз тең болады минус 2-ге. Значит, f от 2 деген сөз мына жердегі x-тен орнына минус 2-ні қойып шық деген сөз. Сонда f от 2 тең болады 2 еселенген x орнына минус 2-ның кубы минус 4 көбейткен минус 2 қосылған 1. Минус 16 плюс 8 қосылған 1 болады минус 7 болса деген. Ойымыздың толғанда жердегі осындай мысалдан тағы біреу болсын ба? Нормально ма? Жоқ, астында тағы да бар ғой ана жақта есептер ойымның өмір. Көрейік. 2-ның кубы минус 8 ғой? Минус 2-ның кубы минус 8 ғой. Минус 2-ның кубы минус 8, алдына 2 көсе минус 16 болады. Минус сандарды көп тағын кезде таңба сақталады. Так, сонымен бұлай санмен келетін басқа келеді. 10-та түсіндіріп беремін қазір. Бір мысал тағы да құрастырақ, короче. Болмаса көрсе беремін, маған қарап шара беріңдер да, тағы егер шықпай қалатын болса, то есть қиналып жатсаңдар көмектесем, аралап осындай нәрсе есте қалып кету үшін тағы андай бізде Gemini деген бар ғой, содан есептер құрастырамыз, зырлап жүре береміз, содан жаттап түсініп аласыңдар есте қалып кететін ше. Енді мынандай ситуацияны қалай шығарамыз, қараңдар. Мына бұдан екіншісі бар екен, қарап жасақшы осында. Так, f от x x-тің кубы минус 2ax қосылған 5. Айтады қара, егер f от минус 1-дің мәні минус 3-ке тең болса, f от минус 2-ның мәні неге тең дейді. Негізі оңай есеп қой, негізі ше. Бұдан қосып тұрды. Просто бұл жерде ана a деген белгісіз нәрсені тауып алу ғой біздің мақсатымыз ше. Түсіндіңдер ме ойымды? Ананың мәнін анау екеуі басында берілген мәлімет арқылы тауып аламын да, ары қарап шығарып кете беремін. Так, бүйтейік. X-тердің бәрінің орнына минус 1-ді қойып шықсам, сол кезде мәні минус 3-ке тең болады деп жатыр. Мына x-тердің бәрінің орнына минус 1-лерді қойып шықтым да, мәні минус 3-ке тең естірдім. Минус 1 қосылған 2a, қосылған 5 тең минус 3, 4 неға барады? 2a тең минус 7, 2-ке бөліп жіберем, минус 3 жарым ба? Енді, яғни біздің f от x полноценно x куб минус 2-ке минус жарым плюс 7x ба? Қосу 5 деген сөз екен. Енді осы жерден f от минус 2-ні тап деп отыр, пожалуйста. f от минус 2-ні табатын болсам, минус 8, минус 14, не болады мынау бізде? Минус 10, минус 17 болса деген. Түсінікті болды ма ойым? Сұрақтар бар ма жоқ мынаған байланысты? Жоқ қой, не қыламыз, жазып аламыз ба мынаны? Бүйтейік, жоқ, әлі бастай беретін емес, давайте жазып аламыз. Паузаға қойып жүрсінші. Пауза деген білесің ғой, просто пауза.